Алдыңғы видеода көргеніміздей, бөлшектер де сандар екен. Ал сандарға тән қасиет олардың бір-бірінен үлкен, кіші немесе тең бола алатыны. Яғни, біз басқа сандар сияқты бөлшектерді де өзара салыстыра аламыз. Мысалы, 4-тен 1 және 4-тен 3 бөлшектері берілген. Осы екі бөлшектің қайсысы үлкен? Дәл қазір осы видеоны тоқтатып қойып, оларды координаталық сәулеге салып, немесе дөңгелектің, пиццаның, төртбұрыштың өзіңе қайсысы ыңғайлы болса, соның бөліктері ретінде салып көр. Дұрыс жауабын таба алдың ба? Енді бірге көрейік. Ол үшін бізде екі бірдей пицца бар дейік. Олардың әрқайсысы бірдей 4 бөлікке бөлінген. Сен сол пиццалардың біреуінің 1 бөлігін жедің, яғни сен 4-тен 1-ге тең бөлшек жедің. Ал досың екінші пиццаның 3 бөлігін жеді. Ол 4-тен 3-ке тең бөлшек. Кім көбірек пицца жеді? Әрине досың. Оны экраннан да көре аламыз. Екінші пиццаның боялған бөлігі бірінші пиццадағы боялған бөліктен артық. Демек, 4-тен 3 бөлшегі 4-тен 1 бөлшегінен артық. Тағы бір мысал ретінде 8-ден 3 және 8-ден 7 бөлшектерін алайық. Оларды координаталық сәуледе кескіндесек, 8-ден 7 бөлшегі бір санына жақынырақ, оң жаққа жақынырақ орналасқан. Сол себепті 8-ден 7 8-ден 3-тен артық. Видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, каналға жазыл.